Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін өте тез пісетін әрі дәмді болып шығатын шайға арналған өте оңай печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, осы печеньені жасап көріңіздер, сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Бұл печеньені жасау өте оңай. Оны жасау үшін алдымен ыдысқа бір жұмыртқаны салып аламыз. Оның үстіне қант және сұйық майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай бізде барлық масса біркелкі болғанша венчикпен асықпай араластырып аламыз. Осыдан кейін жарты шай қасық разрыхлитель, яғни қосқышты қосамыз. Ол печеньеміздің кішкене болсын көтеріліп, әдемі болып пісуіне көмектеседі. Разрыхлительді қосқаннан кейін барлық ұнды бірден салып жібереміз. Егер сіздерде қамыр қолыңызға жабысып, немесе қамыр жиналмай жатса, кішкене ұн қосуға болады. Жалпы рецептте 200 грамм ұн болу керек. Осылай қамырды илеп аламыз. Бұл қамыр қолға негіз жабыспау керек. Өйткені бұның құрамында сұйық май бар. Осылай ыдысты тап-таза етіп қамырды илеп аламыз. Енді қолымызға қамырды алып, осылай дөңгелек етіп, пішінін келтіріп бастаймыз. Өйткені печенье пісіруге дайындаймыз, яғни. Және осы печеньені шаңышқыны алып, бетіне өрнегін келтіреміз. Үстінен басып өрнегін келтіретін боламыз. Одан кейін бетін қантқа батырып, әрі дәмді және түрі де әдемі болып піседі. Дәл осылай печеньемізді пісіріп аламыз. Печеньемізді дәл осы түрінде пеште пісіріп аламыз. Сіздерге мен каналымдағы басқа да рецепттер, дәл осы печеньенің оңай рецептісі ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, қолдауларыңызды білдіріп қойыңыздар. Ал сіздерге ас болсын!